Осы оқиғаға байланысты мен бар білгенімді айтайын. Себебі осы оқиғаның бастан аяқ мен әлі осы күнге дейін жүрмін. 5 ақпан күні балам сабақына барады. Бірінші сабақ бітеді, және екінші сабақ бітіп қоңырау соғылғанда балам класста отырады. Ол класста отырған камера мектептің ішінде сақталған, және оны өз көзіммен көрдім, бірақ бізге түсіруге рұқсат берілген жоқ. Сол жерде осыншама халық баланың жаман қылықтағы жүрген видеосы тарап жатыр. Ал неге баламның класста өзімен өзі отырып, сабақта отырып, оған куә сол іштегі классындағы ол қыздары, және мен балам 2-ші этажда 66-ші кабинетте оқиды. Ал бұл балдар 3-ші этажда оқиды. Сол 4 бала келіп, менің балама кабинетіне келіп, Мержан деп шақырып, Мержанға сондай өрескел мінездерін көрсеткен. Және ол балама туалетке жүр деген 4 бала. Содан балам туалетке барғанда, бәрі 4 балаға күшілік келмейтін болғаннан кейін, осындай жағдайға әкеліп отыр. Осыған дейін балам күз айында мені мама мен басқа мектепке ауысайыншы деді. Сосын мен айттым, балам басқа мектепке барып не істейсің? Өзінің класын тұрғанда 1 жыл қалды, осы мектептен абыроймен аяқтап шық дедім. Мен үнемі балама сабаққа барып итермелеймін. Балам бірақ сабаққа барғысы келмейді. Бірақ күшпен, айқаймен әке-шешесінен ұрысқаннан кейін кетіп жүр. Енді бір күні мен анашым, сіз маған сабаққа бар дейсіз. Бір күні мен басқа жағдайда келсем қалай оласын деген сөзі мен есіме кетпейді, бірақ мен жамандыққа жормадым. Балам сабаққа барғысы келмей тұрған шығар ойладым. Міне көрдіңіздер ме? Артық қандай болып жатыр. Ең соңында жаман атақты менің балам Мержанға қалып тұр. Егер 4 бала оның сыныбына, классына бармаса, 3-ші этаждан 2-ші этажға менің балам бұндай күйге бармас еді. Өзі қатты ызаланған, намысына тиген, соны екі жақты бірдей қарау керек. Ол бір жақтан болмайды. Менің балам ауру емес, менің балам жынды емес. Ауру болса, жынды болса, сол тұста коридорда балдар тұр. Кішкентай қыз тұр, үлкен қыз тұр, кішкентай бала да тұр, үлкен бала да тұр. Соларға неге жүгірмейді? Тек қана өзіне 4 бала жалпы келіп тұрған. 4 балаға кәдімгі жүгіріп соларды артынан қуып жүр. Қатты намыстанған, қатты ашуланған, бұл осыған келтіріп тұрған ол 4 бала.